Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте әдемі, дәмді, тойымды мимоза салатын әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге картоп, морковь және де жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз осылай. Шпрот керек болады. Майонез және де тұз қажет болады. Енді осылардың барлығын теркадан кезекпен кезек өткізіп аламыз. Міне ең соңғы жұмыртқаның сарыуызын өткізіп жатырмын. Барлығын өткізіп алдық. Шпрот бізде әдейі осындай дайын күйінде алдым. Егер кәдімгі балық болса, онда езіп алу керек болады сіздерге. Енді салатымызды жинай бастайтын боламыз. Ең бірінші картопты осылай қойып шығамыз. Бұл бізде майонездің каталогының жартысы. Тұз себеміз. Әдейі пресстеп аламыз. Сонда соңынан каталогты алған уақытта шашылып қалмайды. Бізде ряба деген майонез сұйықта болып кеткен екен. Негізі сұйық болмаған жақсы майонездің. Енді шпротымызды қойып шығамыз. Дәл солай. Тағы да майонез жағамыз. Морковьімізді қоямыз бетіне. Тұз себеміз. Майонез жағамыз. Жұмыртқаның ағын. Тегіс қылып реттейміз, жақсылап басамыз, кейін шашылып қалмау үшін пресстеу керек болады. Дәл осылай енді сарыуызын да салып шығамыз. Тұз себеміз және де бетіне майонез себеміз де. Барлығы дағы сияқты осылай жайып шығатын боламыз. Мұны өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Жасалу жолы оңай. Бірден желініп қалатын салат, өте тойымды. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді осылай алып тастаймыз. Жайлап аламыз, шашылып қалмау керек. Міне. Біздің каналда тағы да көптеген салаттардың рецептісі бар, сондықтан жіберіп алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Достар, сонымен қатар біздің магазинге тіркелуді ұмытпаңыздар. Нурин Уральск парный мужской киімдер сатылады. Бағалары төмен, качествосы керемет, барлық жерге доставка бар. Сондықтан міндетті түрде тіркеліңіздер. Қазіргі уақытта тегін конкурс өткізіліп жатыр. Міндетті түрде қатысып жүлделі болыңыз.